Петропавл қаласының тұрғындары жыртық жамау жолдың жайын айтып шағымдануда. Сөздерінше, көктем келіп, қар ерсе болды, асфальт жабындысы да мүжіліп жатады. Шұрық тесік жол тіпті діттеген жерге жетуге кедергі келтіреді екен. Әкімдік өкілдерінің мәселеден хабары бар дегенмен түйткілдің түйіні қашан тарқамақ? Толығырақ тілші жеткізеді. Күн жылыны бағұлпа еріп, қара жер енді көрінсе, көңіліміз су сепкендей басылады дейді тұрғындар. Өйткені қаладағы жолдар қыстан аман шықпайтын көрінеді. Асфальт жабындысы бүлініп, езіліп кеткен жолдар қалада қозғалысты қиындатқан. Жергілікті жұрттың сөзінше жөнде жұмыстары сапасы жүргізіледі, ал мердігерлерді бақылап жатқан ешкім жоқ. Қазір 90 көшесімен жүріп келдім. Көлігімнің дөңгелектерінің сау тамтығы қалмады. Не дегенмен біз салық төлеп отырмыз ғой. Тым құрығанда жолды сапалы жасаса болар еді. Жөндеу жүргізілгенмен бір маусымға да шыдамайды. Украинская, Абай, Интернациональная көшесінің барлығы шұңқырға толы. Копают, ничего не ремонтируют. Қазып тастайды, бірақ ештеңе жөндемейді. Қиыршық тас сеуіп кетеді, ол сол күйі қалады. Жолды сапалы етіп жасау керек. Жақсы асфальт төселуі тиіс. Негізі жөндеу жұмыстарымен жеке компаниялар айналысады. Оларға бәрібір ақшасын алады, ал жолдың жағдайы қалай болды, мүлде қызықтырмайды. Сапасы салынған жол тек шеткі аудан халқының базынасы емес. Жабыны мүжіліп, ойық шұңқырға толған жолдар қала орталығы тұрғындарының да бас ауруына айналған. Діттеген жеріне жете алмай қиналған жүргізушілер көлігімізді жөндетіп, қайта-қайта шығындалудан шаршадық дейді. На ходовке все сказывает. Әрине, көлігіміз қайта-қайта бұзылады, оны қомақты сомаға жөндетеміз. Бұл біздің қалтамызға ауыртпалық түсіреді. Қазір міне дамбаның маңайында кетіп бара жатырмыз. Мұнда да жағдай мәз емес. Әкімдіктегілердің мәселеден хабары бар, тіпті жұмыстың сапасы жасалғанында мойындайды, бірақ олғылықты мердігерлер кепілдік аясында түзетеді дейді. Ал басымдық қаланың шеткі аудандарына берілмек. Алдағы уақытта ондаған шақырым жолды жөндеу жоспарланып отыр екен. Часть улицы Батыр-Баяна была заасфальтирована. Батыр-Баян көшесінің бір бөлігі былтыр асфальтталды, ал Гастелло, Абу Досмұхамедов және Абай көшелері биылғы орташа жөндеу жоспарына енгізілген жоқ. Жыл соңына дейін шамамен 22 шақырым жолды жөндеу көзделіп отыр. Сондай-ақ 29 көше бойынша жобалар дайындалды. Оның аясында 26 шақырымнан аса жолға асфальт төселеді. Әкімдік өкілдері осылай сендіргенімен жағдай күрделі. Өйткені қаладағы жол желісінің ұзындығы 300 шақырымнан асады, ал оның едәуір көп бөлігіне әлі күнге дейін жол жабындысы төселмеген. Аяулым Көлжігіт, Петр Акутионов, Алматы телеарнасы, Солтүстік Қазақстан облысы.